Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай тез әрі оңай дайын болатын кешкі астың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен осылай жуып тазалап алған етімізді осындай кішілеу бөліктерге бөліп, аз ғана уақытқа маринадқа жіберетін боламыз. Яғни паприка, чеснок, универсальный приправа ачка, бұрыш. Мен осы приправаларды қостым. Сіздер өз қалауларыңызша приправа қоссаңыздар болады. Мен мұнда үстіне кішкене май құйып жібердім. Егер сіздерде соевый соус болса, азырақ соевый соус қосып араластырып маринадқа жіберсеңіздер болады. Енді біз алдын ала дайындап алған вермишелімізді осылай қатты қызып тұрған табада осылай араластыра отырып қызартып аламыз. Міне мен осылай қызартып алдым. Лаж болса тоқтамай араластырып тұрыңыздар. Менде бұл жерде кішкене ғана қатты қызарып кетті. Бізге ең алдымен бір пияз, картоп және сәбіз алдын ала тазаланған қажет болады. Мен осылай майда кубик бөліктерге бөліп турап алдым. Ал сәбізді осылай жіңішке етіп, сабанша етіп турадым. Бізге азырақ сұйық май қажет. Және майымыз әбден қызығасын, үстіне жаңағы маринадтаған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен әртүрлі тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Осылай әдемілеп қуырып алғансын, үстіне кубиктап туралған пиязымызды қосып, бұны да жақсылап қуырып аламыз. Кішкене сарғыш алтын түстес болғанда үстіне сәбіз салатын боламыз. Міне осындай түске енгенде үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді де жақсылап қуырамыз, әбден солығанша қуырамыз. Шала қуыруға болмайды, яғни бір-екі араластырып, үстіне картоп салмаймыз, осылай жақсылап қуырып аламыз. Үстінен бір шай қасық томат қосамыз. Мен бұл жерде бір шай қасықтан көбірек қостым, өйткені кішкене қасыққа жабысып қалғаны бар. Осылай қосып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да аз ғана уақыт қуырып, осылай болғанда картопты салып, тағы кішкене араластыра отыра қуырамыз. Міне мұнда уже қуырылып бітті. Үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бұл жердегі ең маңыздысы осы қайнаған су. Суымыз міндетті түрде қайнаған болуы қажет. Және үстіне дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Мен ешқандай дәмдеуіш қоспадым. Өйткені жаңа етті маринадтағанда әртүрлі дәмдеуіштердің дәмі шығады. Және кішкене біраз уақыт қайнатып аламыз, где-то 2-3 минуттай. Одан соң үстіне осылай жаңа қызартып алған вермишелімізді салып, араластырып, бетін жауып демдеуге жібереміз. Және суымыз вермишельдің бетінде тұру қажет, яғни вермишель мен судың көлемі бірдей болуы қажет. Астын жай отқа қойып, 20-25 минутта бұқтырамыз. Міне осымен оңай әрі тез дайын болатын кешкі асымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.